Су тасқынынан зардап шеккен облыстарға еліміздің түкпір-түкпірінен гуманитарлық көмек жіберіліп жатыр. Осы Батыс Қазақстан облысына Шымкент қаласынан 20 тонна гуманитарлық көмек жетті. Су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге Шымкент қаласынан арнайы 10 тонна зат тиеген жүк көліктері жолға шықты. Бейнеуде эвакуацияланған атыраулықтарға 22 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Баршаларыңызға ассаламу алейкум. Елімізде болып жатқан апатты жағдайларға байланысты Шымкент қаласынан ТО Әлем Трансшол компаниясынан бір фура көмегімізді жіберіп жатырмыз. Қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Жауған оқтан шықтық құламай, аштықтан да өттік жыламай. Бәйтерек боп биік сұламай, майыспадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейеуге, тек тазалық болса пейілде. Қою қара түннен кейінде таң атады нұрланып. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз.